Міне бүгінгі күнде Өзбекстанда электр энергияға болған талап әр күн, әр жыл сайын асып бара тұрғаны бұл әммеге белгілі. Міне бүгінгі күнде барлық істеп шығарылып отырған электр энергияның дерлік 20%-ға жақыны бұл қайта тікленуші энергия деректері тикарында алынып атырыпты. Міне оларды атап өтетін болсақ, гидроэлектростанциялар, құяш һәм самал электр станциялары бұл жаңа істеп шығарылып отырған электр энергияның сол ширек бөлігін құрайды. Міне бұл көрсеткішті құрметті президентіміз тарапынан тапсырма қойылған 2030 жылға барып 54%-ға шекем асыру назерде тұтылып атырыпты. Һәм міне солардан келіп шыққан қалда 2023 жылы Өзбекстаннан жаңа 7 университет һәмде Европа ауқамы шөлкемменен біргелікте халықаралық депсе өз грант жойбары бойынша таңлауда қатынастық һәм тендерді ұтып, міне осы халықаралық жойбар бойынша бүгінгі күнде іліми жұмыстар әмелге асырылып атырыпты. Енді сол 7 университеттің ішінде атап өтуіміз керек, Қарақалпақ мемлекеттік университеті де кіреді. Һәм бұл жойбардың тикарғы мақсаты Өзбекстанда қайта тікленуші энергия деректері бағдарында студенттер үшін норматив бюджетлерді істеп шығу һәм сонымен бірге олардың әр көлікпелерін асыру үшін әрқилы әмели һәм практикалық жұмыстарды әмелге асырудан ібарат. Міне солардан бірі өткен жылы 2025 жылы сол Өзбекстандағы 7 университетке, һәм соның ішінде Қарақалпақ мемлекеттік университетіне жаңа мұғдары 30.000 евродан аслан болған лаборатория үскөнелері алып келінді. Һәм бүгінгі күнде бұл университетімізде өткен жылы жаңадан ашылған қайта тікленуші энергия деректері бакалавр тәлім бағдарлары студенттері үшін бүгінгі күнде бұл сол әмелият вазипасын атқарып келмекте. Міне атап айтатын болсақ, бұл жерде сол құяш һәм самал станцияларын моделлестіру һәмде сол инсан көзіменен көре алмайтұғын технологик процесслерді сол симуляция қылушы әрқилы лаборатория үскөнелері алып келінді. Бүгінгі күнде міне университетімізде сол электр станциялары магистратура һәм қайта тікленуші энергия деректері бакалавр тәлім жөнелтістері бүгінгі күнде міне осы лаборатория жұмыслардан толық пайдаланған халда сол теориялық білімдерін әмелиятта сынаудан өткізіп әмелиятта бұнан пайдаланып жатыр.